Баршаңызға сәлем, есімім Гүлфия. Бүгінгі бейнеде сіздермен өте дәмді астын жасалу жолымен бөлісемін. Бұл асты түскі асқа, кешкі асқа дайындауға болады, өте тез дайындалады. Алдымен тауықтың етіне, дәміне қарай тұз, паприка, қара бұрыш салып, жақсылап қолмен осы етке жағамыз, яғни жақсы сіңуі қажет. Сол кезде тауықтың еті өте дәмді болады. Етті екінші жағына аударып, тағы да дәміне қарай тұз, паприка, қара бұрыш салып, жақсылап етке жағамыз. Содан кейін осы етті аламыз. Табаға сұйық май құйып, сұйық май қызғаннан кейін осы тауықтың етін жақсылап қуырамыз. Ортаңғы отта қуырасыздар. Бір беті қызарған кезде екінші бетіне аударып, жақсылап қуырамыз. Тауық еті қуырылып жатқан кезде пиязды тураймыз, пиязды ұсақтап турайсыздар. Осы YouTube каналымда тұрақты түрде жаңа рецептермен бөлісемін. Жаңа рецепттері жіберіп алмас үшін осы бейненің төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Келесі кезекте бұрышты тураймыз, яғни тәтті бұрыш алдым, 4 бұрышты етіп тураймын. Кез келген түсін алсаңыздар болады. Мен қызыл түсті алдым. Артынан чеснокты тураймыз, чеснокты да ұсақтап тураймыз. Барлығын ұсақтап турап дайындап қоямыз. Содан кейін тауықтың еті толығымен қуырылғаннан кейін аламыз. Яғни 7-10 минуттай қуырасыздар. Табаға сұйық май қойып, сұйық май қызғаннан кейін туралған пиязды салып, жақсылап қуырамыз. Жоғарғы отта жақсылап араластырып қуыру қажет. Білесіздер, пияз тез қуырылады. Содан кейін бұрыш қосамыз, артынан бірден чеснокты қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап барлығын араластырғаннан кейін су құямыз. Және артынан бірден кілеге қосамыз. Кілеге қосып, жақсылап араластырамыз. Табан қақпағын жауып қоясыздар. Суы қайнауы қажет. Қайнағаннан кейін етті салып, ең төменгі отта 5 минут осы етті пісіреміз табада. Бөлек ыдысқа қайнаған су құямыз, дәміне қарай тұз және сұйық май қосып, су қайнағаннан кейін осы суда макаронды пісіріп аламыз. Макарон суға салған кезде жақсылап араластыру қажет. Сол кезде біркелкі болып, жабыспай, езілмей піседі. Макарон дайын. Қараңыздаршы, біркелкі өте әдемі болып пісті. Ет толығымен пісті. Тауықтың еті тез піседі. Ұзақ пісірудің қажеті жоқ. 5 минут жеткілікті. Және соустан алып, соусты жақсылап араластырамыз. Енді осы соусқа макаронды қосып, жақсылап араластырамыз. Соусқа кілеге қосылғандықтан өте дәмді болып шығады. Жақсылап макаронды араластырамыз. Өте тез дайындалатын ас, көп уақыт алмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер жасасаңыздар, осы бейненің төменгі жағындағы комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен отбасыма өте ұнайды осы ас. Балалар да жақсы көріп жейді, сондықтан кеңес беремін жасауға. Тауықтың етін кесіп, осы макарон үстіне саласыздар. Көкшіп қосуға болады, мен укроп қостым. Баршаңызға ас болсын, сіздермен болған Гүлфия.